Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді банан қосылған пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ең алдымен бізге банан қажет болады. Бананды жақсылап қолымызбен бөліктерге бөліп аламыз. Енді осы банандарды шанышқының көмегімен жақсылап езгілеп алатын боламыз. Асықпай барынша езіңіздер, банандарыңыз жұмсақ болса өте оңай езіледі. Мінекей барлығын дәл осылай бір кеткі қылып аламыз. Енді үстіне қантымызды саламыз. Бір жұмыртқаны саламыз. Және шанышқының көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше бір келкі сұйық масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сұйық масса болды. Енді осының үстіне сұйық майды құйып аламыз және тағы да араластырып алатын боламыз. Бізге ешқандай миксердің қажеті жоқ. Енді ұнымызға алып, ұнның үстіне разрыхитель, кішкене ас содасын саламыз және корицаны қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осы араластырған қою массаны електен өткізе отырып, жаңағы сұйық массамыздың үстіне салып аламыз. Міндетті түрде барлығын бірден қоса салмаңыздар. 2 немесе 3-ке бөліп, електен өткізіп, осылай қосып, қасықтың көмегімен төменнен жоғарыға қарай жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай қою болғанымен біздің массамыздан ешқандай қорықпаңыздар. Жасалу өте оңай, керемет пирогтардың бірі. Мінекей бізде осындай сұйық масса дайын болды. Енді қалауларыңыз бойынша осының үстіне греческий орех немесе дәнді дақылдар, шоколад қоссаңыздар болады. Мен шоколадты қосып, жақсылап араластырып алдым. Енді формамызды дайындап аламыз. Алдын ала формамызды дайындап, майлап алыңыздар және осындай стаканды ортасына қойып, жаңағы сұйық массамызды құйып алатын боламыз. Менде кекстің формасы болмағаннан кейін осылай стаканды ортасына қойып жасап алдым. Немесе пирог қылып, бір тегіс қылып пісіре берсеңіздер де болады. Жақсылап тегістеп аламыз. Мінекей біздің массамызды дайындап алдық. Енді пешімізді алдын ала қыздырып алып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, осымен біздің пирогымыз дайын. Ортасындағы стаканның қорықпаңыздар, ешқандай сынбайды және оңай алынатын болады. Формамыздан суыған соң барып шешіп аламыз. Енді қалауларыңыз бойынша пирогтың үстіне сахарный пудра немесе шоколадпен, немесе жеміс-жидектермен сәндесеңіздер болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын. Өте дәмді болады достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы да қарапайым заттардан тұрады, өте қолжетімді. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, қолдап өтсеңіздер болады. Және WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар, өте керемет қолдауларыңыз болар еді. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді.